Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өзімнің жеңшем үйреткен ең дәмді жұмсақ қытырлақ пәтірнаның рецептімен бөлісемін. Видеомды соңына дейін қараңыздар. Енді қамырын елеп аламыз. Ол үшін менде тұз бар, және де тұзымыздың үстіне жылы суымызды құйып, жақсылап араластырып, тұзымызды ерітіп, оның үстіне ұнымызды салып, жақсылап қамыр етіп елеп аламыз. Қамырымызды елеп болғаннан кейін міндетті түрде демалдырып қоямыз 20-15 минутқа. Қамырымызды қатты емес, жұмсақтау етіп илеңіздер. Сол кезде жұмсақ болып шығады. Дайын болған қамырымызды мен 2 бөлікке бөліп алдым, 2 зуалаға. Енді біреуін алып, қолымыздың көмегімен жұқартамыз. Енді қамырымызды оқтаудың көмегімен жақсылап жұқа етіп жаямыз. Достар, менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта сіздерге керемет рецепттермен бөліспекшімін. Сіздердің лайк, комментарий қалдырғандарыңыз мен үшін маңызды. Қамырымыз дайын, жұқа етіп жайып алдық. Енді ерітілген сармайымызға үстіне аз мөлшерде сұйық май қосып, жақсылап қамырымыздың бүкіл жеріне жағып шығамыз. Майымызды жағып алдық, енді қалғанын осы видеодағыдай жасайсыздар. Енді орап алған қамырымызды осындай пышақтың көмегімен ұзыннан етіп осылай кесіп шығамыз. Енді кесілген қамырымыздың бір шетінен бастап осылай орап шығасыздар. Орап болғаннан кейін қамырымызды міндетті түрде холодильникке немесе морозильникке 1 сағатқа қойып аламыз. Менде морозильникте 1 сағаттай тұрды, 2 қамырымызды. Енді біреуін алып, жақсылап жұқартамыз. Пешімізді алдын ала қыздырып қойыңыздар. 180 немесе 200 градуста пісіріп аламыз. Енді пешіміздің противеніне қойып, тағы бір жұқартып, үстінен шоғышпен немесе вилкамен тесіп шығамыз қамырымызды. Сосын барып, үстіне жұмыртқаның сарысын жақсаңыздар да болады.
Енді қызып тұрған пешімізде қызарғанша пісіріп аламыз. Бірінші пәтіріміз пісем дегенше екіншісін тоже осылай дайындап қоямыз. Пәтіріміз дайын, көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ және де қытырлақ болып шықты. Сіздер де дәл осы рецептпен пісіріп көріңіздер. Алдағы видеомда кездескенше сау саламат болыңыздар.